Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кез келген тамақтың дәмін келтіретін аджиканың рецептімен бөлісемін, немесе оны кобра деп те атайды. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Аджика дайындау үшін бізге 2 кг қызанақ, 2 кг болгар бұрышы, 200 г ащы бұрыштар, 3 бас сарымсақ немесе 200 г сарымсақ, 150 г қант, 100 г тұз және 9% 100 г уксус қажет. Ең алдымен сарымсақтардың ашылуы оңай болу үшін сарымсақтардың үстіне ыстық суды құйып 15 минутқа қалдырып қоямыз. Сол кезде сарымсақтардың қабығы оңай алынатын болады. Содан кейін көкөністерді видеодағыдай турап шығамыз. Аджика дайындаған кезде осындай суы аз помидорды таңдаған дұрыс. Сол кезде аджикаларыңыз әдемі болып шығады. Ендігі кезекте қызыл болгар бұрыштарын видеодағыдай турап шығамыз. Ортасындағы дәндерін алып тастаймыз. Осы уақыт аралығында сарымсақтарымыз дайын болды. Енді қабықтарынан оңай ажыратып ала береміз. Барлығын турап болғаннан кейін ет тартқыштың көмегімен өткізіп шығамыз. Бұл рецепт бойынша аджиканы қайнатамыз. Қайнатпауға да болады. Егер қайнатпайтын болсаңыздар, міндетті түрде тоңазытқышта сақтау қажет болады. Ал егер қайнататын болсаңыздар, кез келген жерде бөлме температурасында сақталына береді. Қайнап шыққаннан кейін тұзды, қантты және уксусты құйып, жақсылап араластырып 30 минуттай қайнатамыз. Арасында міндетті түрде араластырып тұруымыз қажет. Байқасаңыздар 25 минуттан кейін сұйық қабаты бетіне шығып, қою қабаты астында қалады. Сол кезде отты өшіріп, банкілерге құя берсеңіздер болады. Банкілерді міндетті түрде булау қажет. Шамамен бұл рецепт бойынша 4 литрде аджика шығады. Дайын болған банкілерді төңкеріп, орамалмен жылы етіп орап, бір күнге қалдырып қоямыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын!